Мухтар ага мына Кыргыздын чыган жазуучусу, Жер планетасынын бир сыймыктуу өкүлү болгон Айтматов менен сиз ага ине үй бүлөлүк катыш мамиледе жүрдүңүз. Калемгер катары үзөңгүлөшүп жүрдүңүз. Буга чейинки маекте айтканыңыз бар эле. Айтматов адабияттын астанасын аттагандан тарты эле кыргыз адабиятына эмес, казак адабиятына дагы орошон салым кошту. Далай бурулуш, жаңылыктарды алып келди деп. Чыңгыз Айтматовдун казак адабиятына, анын ичинде сиздин чыгармачылыкка берген таасири жөнүндө айтып берсеңиз. Шыңғыс Айтматов қазақ халқында ең көп оқылған жазушы. Қазақтың жас балаларына дейін түгел ол кезеңде Айтматовты білді, және Айтматовты ерекше құрмет тұтты. Айтматовтың шығармалары әлемнің 191 тіліне қотарылған. Бүт жазушылардың ішінде Айтматовтай көп тілге қотарылған бірде-бір жазушы жоқ екен. Ал мына менің шығармаларым аламның 120 мемлекетінің сыйлығын алған екен. 120. Әрбір мемлекет маған 3-4 сыйлықтан берген. Сондықтан мынау көзі тірі жазушылар арасында Айтматовтай көп қотарылған адам жоқ. Ақындардың ішінен ең көп қотарылған мен екенмін. Екеуміз бірге жазған құз басындағы аңшының зары, ғасыр айрығындағы сырласу әлемнің барлық басты тілдеріне қотарылды. Айтматов дегенде ол кезеңде білмейтін қазақ болған жоқ. Қазақстандағы нөмірі бірінші жазушы болды. Көп үлкен әсер еткен халыққа. Айтматовдун чыгармаларында кыргыз эле жерин эмес, же кыргыз эле элин эмес, казак журтчулугун, казак тарыхын, казак таржымалындагы баяндаган сүрөттөгөн сюжеттер болбодубу? Оғанда мен кезінде әсер еткенмін. Айтматов осы мәселелерді айтқан кезде біздің үйде отырып Айтматов орысша сөйледі. Содан кейін мен айттым Айтматовқа, бұдан кейін сізді мен Айтматов емес, Скажиматов деп айтамын дедім. Өйткені сіз орысша сөйлеп отырсыз. Содан бұдан былай мен тек қазақтың рухани құндылықтарына бұрылам, барлығы тарихына бұрылам деп сөйтіп уәде берді. Содан кейін осы қазақтың рухын көтеретін тамаша шығармалар жазды. Сондықтан Айтматов дегенде бүкіл қазақ ішкенасын жерге қояды. Мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Кыргызстанда белгиленип атат, дүйнө өлкөлөрүндө белгиленип атат. Бирок Чыңгыз аганын көз өткөндөн бери сиз дагы жоктоп, ал кишинин орду толбой турса керек сиз үчүн. Мен мыңдаған, 10 мыңдаған адамдар менен сырластым, әңгімелестім. Қаншама елдерде менің кездесулер болды, тағы да басқа түрлі жиындар болды. Соның барлығында мен Шыңғыс Айтматовтай сана биігінде жолыққан адамды көре алмадым. Маған сана биігінде ешкім жолыққан жоқ. Сондықтан достық деген ізгіліктің алаңы, оған куә ғасырлар мен замандар, отанын да сатып кете қалады, қиыншақта досын сатқан адамдар дегендей. Сондықтан достық дегеніміз бұл мүлде басқа дүние. Бұл махаббаттан да кем емес. Егер біз махаббатты Эверест шыңына теңесек, сол Эверест шыңына көтерілген адамдар саусақпен санарлық қана. Сондықтан шырқау сана биігінде жолыққан маған жалғыз адам Шыңғыс Айтматов еді. Ол кеткелі мен жалғыз қалған адам сияқты болып жүрмін. Шыңғыс Айтматов қаза болған кезде Бішкек қаласында онымен өткен үлкен қоштасу жиынында мен мынадай өлең оқығанмын. Екі Шыңғыс ғұмыр кешті мына ұмытшақ қаламда. Екі дара із қалдырды олар елге заманға. Екеуі де дарынымен, жалынымен лаулады. Бірі қылыш найза кезеп, бірі рухпен баурады. Екеуі де сан миллион адамдарды жаулады. Екеуін де еске сақтап қалды қырғыз таулары. Оның бірі даңқ көгіне зорлығымен тырмысқан, жарты әлемді қанға сатқан бас қолбасшы Шыңғыс хан. Екіншісі қару өткен рухи намыс қанатын, қара күшке қарсы қойған адамдықтың санатын, әр жүректің айдынында ізгілік боп жанатын жаңа Манас
ұлы Шыңғыс Айтматов болатын. Ол көтерген мәңгүрттену мәселесін алалық. Неге қазір сол қасірет емес мұңлы жаңалық? Бұл ғасырда мәңгүрт болу тіпті бақыт саналып, нақ бір қажет ізгіліктей жатыр жұртқа таралып. Қалың елді осы індеттен сақтандыру мүмкін бе? 3-4 қазақ қырғызыңның бірі мәңгүрт бұл күнде. Ұлттың жеткен жер осы ма? Қанша ғасыр жол жүріп, мәңгүрт емес басшы көрсе таң қалатын болды жұрт. Тіл ұлы ана, өз анасын менсінбеудің мұңы бар. Кінәлілер сөзсіз оның күш қуатын оңар. Қаптап кетті өлкемізде әңгүдіктер, әңгүрттер, тілін ұрқын сүймегеннің барлығы да мәңгүрттер. Бұл бағытпен мүмкін бертең ұлттың ұлт боп қалмағы, міне Айтматов ойларының салмағымен толғағы. Сені өлді деп кім айтады Шыңғыс аға, Шыңғыға? Әр шығарман қайталанбас жеке ұлы мұнара. 7-ші рух түйсігінің жотасынан жағар от, сендей дос жоқ мен сорлыға, сенен жақын аға жоқ. Көз жұмуың ұлғайтқанмен жүрегімнің жарасын, тынбай жалғай бересің сен ел мен елдің арасын. Я, екінші Манассың сен, Манасқа тең данасың. Күнде ұрықпен, сөзбен емдеп мәңгүрттердің санасын, және ана табиғатпен тауып мәңгі жарасым, енді Алатаудан да зор Шыңғыстау боп қаласың.